Бізде келесі тақырып ол интеграл. Интеграл деген туындыға қарама-қарсы әдіс, яғни бір берілген функциядан дифференциалдау амалын пайдалану арқылы туынды алсақ, бір туынды формула алсақ, туынды формуладан қандай да бір әдіс пайдаланып, қайтадан сол бастапқы функцияға келу. Яғни туынды алып бір жолмен барсақ, екінші жолмен қайтып сол бастапқы функцияға келу. Яғни бұл тақырыпты, яғни бұл әдісті интеграл деп айтады. Интеграл қазақша аты алғашқы функция. Бір затта туынды алсақ, туындыдан қайтып орнына келу, ол уже алғашқы функция. Алғашқы функция деп айтуға болады. Интеграл енді қысқаша интеграл. Үш тақырыпқа бөлеміз интегралда былай. Бірінші интеграл элементтері, екіншісі анықталған интеграл. Яғни анықталған интеграл болса, онда значит мынау анықталмаған интеграл. Анықталмаған интеграл деген нәрсе де бар, анықталған интеграл деген де нәрсе бар. Және үшіншісі әдеттегідей осы екеуіне қатысты тест есептерін талдау сабақтары, яғни практика. Сонымен жалғастырамыз. Бізде интегралға қатысты бірінші сабақ, ол интеграл элементтері. Жалпы мынандай нәрсе бар. X квадраттың, мысалға айталық. X квадраттың туындысы неге тең еді? Яғни туындысы не болса дифференциалдауы ол 2x-қа тең еді. Ал 2x туынды формула ғой, мұны туынды, яғни бір жағдайдан туындаған формула. Осы функцияның алғашқы функциясы, яғни бастапқысы не болса алғашқы функциясы x квадрат еді. Яғни мынау шыққан fx болса, fx-тің алғашқы функциясын интеграл дейміз. Алғашқы функциясы тең болады деген f от x, яғни ең бастапқы функцияға тең екен. Яғни бізде түсіну керек, 2x-тің алғашқы функциясы x квадрат. Сізге x квадрат туындалып 2x бермейді, мысалы бір функция береді. Осы функцияның алғашқы функциясы қандай десе, уже сіз мынандай бастапқысына тауып алуыңыз керек. Кез келген функциядан туынды формула алуды түсіндік, дифференциалдауды түсіндік. Енді дәл сол сияқты бізде мынандай нәрсе бар. Мысалға, яғни бір функциядан туындалып бір тағы функция туындайтын болса, осы функциядан қайтып кері қарай қайтудың әр функция үшін әртүрлі жолы бар. Оны біз не дейміз? Интегралды деп айтамыз. Мысалға, x квадраттың туындалуының төбесінде штрих тұрса, x квадраттың алғашқы функциясын алу, ол мынандай интеграл. Мындай бір s созымға s-пен көрсетіледі. Енді былай. Дәл бұтада 8 формула бар біз бөлгеніміз бойынша. Ол былай. Нөлдің алғашқы функциясы санға тең. Неге? Өйткені санның туындысы нөл еді ғой. Нөлдің алғашқы функциясы санға тең. Егер мына жерде ешқандай сан жоқ, бірақ просто так екі бір нәрсе, негізі нөлдің алғашқы функциясы уже бірге тең, не болса константы қандай да бір санға тең. Осылай айтуға болады. Енді біз мынандай нәрсе білеміз. X-тің n дәрежесінен туындалып 2x шығара аламыз. Дәл сол сияқты x-тің n дәрежесінен интеграл алып, қайтып бастапқы нәрсесін келтіре аламыз. Мысалы айталық, x квадраттың туындысы 2x-қа тең, ал 2x-тан интеграл алып, не істейміз? Қайтып мына x квадратты шығарып көрсек. Енді интегралдарды да былай, интеграл сан көбейтілген u қандай да функция тұрса, мына санды сыртынан шығарып жүреміз. Сөйтеміз, не қалады? U қалады, u-дің өзінен ғана туындалады. Мысалы, u-дің өзінен ғана туындалу уже мына жерде көрсетілген. U-ға қандай да бір сан бөлінсін, мысалы 3 деген. Ол 3-ті де мысалы мына жерге шығарып жасыламыз. Сан көбейтілсе де, бөлінсе де, оны шығарып жасыламыз. Енді былай, 2x-тің интегралын аламыз, немесе 2x-тің алғашқы функциясын аламыз. 2 алдына шығарып жібереміз, интеграл x жазамыз. Көбейту ғой, 2 көбейту интеграл x. X-тің мына жерде 1 деген дәрежесі бар. Енді x-тің n дәрежесін интеграл алу үшін не істейміз? Дәрежесіне 1-ді қосып бөлшектің алымына жазамыз, және сол дәреже не тұр, соны әкеліп бөліміне жаза дегенбіз. Плюс енді оны қазір түсіндірем. X-тің 1 дәрежесінен 2-ні жазамыз. X-тің 1 дәрежесінен не істейміз? 1 плюс 1, астына 1 плюс 1. Жаздық қой. Нарда не тұр, соны жазамыз, оған 1-ді қосамыз. Және қосындысын астына жазамыз. 1 тұр, оған 1-ді қосып, және астына жаздық. Енді 1 плюс 1 2-ні береді, о 2 мен мына 2 қысқарып кетеді. Не қалады сонда? X-тің 1-ге 1-ді қоссақ квадрат қалады. X квадрат плюс с дегенді. Қазір оны көрсетейін. X квадрат. X квадрат шықты. 2x-тің алғашқы функциясы x квадрат. Ал x квадраттан туындағанда 2x шықты. Уже кері жолды таптық. Кері жолды қайтуға болады екен. Яғни x мұнда берілген кезде, қандай дәреже берілсе, одан туынды алудың жолы мына нәрсеге тең болады екен.
мына формулаға. X-тің n дәрежесінен интеграл алу тең болады x-тің n плюс 1 дәрежесі бөлінген n плюс 1. Осы нәрсеге тең болады. Енді плюс с деген не? С деген ол константа, яғни бір тұрақты сан. Ол орнынан орда 2 тұруы мүмкін, 3 тұруы мүмкін, 4. Енді кез келген нәрсе. Себебі с-ны не үшін тіркедік? Біз оны нәрсе үшін тіркедік. Ал x квадрат плюс 2 деген функциядан туындалатын болсақ, онда 2 жойылып кетеді, сразу жойылып кетеді. Яғни мына нәрседен қайтып туындалсақ бізде мынау шығады ғой. Мына міндетті түрде туындалған сайын мына жойылып отырады. Туындалған сайын мына жойылып отырады. Санның туындысы 0. Сол үшін сан беріледі. Мысалы функция мына түрде берілуі мүмкін. Қайтып туындасақ мынау шығады. Мынаны аптасақ туындасақ та мынау шығады. Нарыға кез келген санды қойып туындасақ та мынау шыға береді. Дәл солай x-ның n дәрежесінен туындалуды үйреттік. Енді келесі тура жаңағы әдістер. Мысалға ln x-тің туындысы неге тең еді? 1 бөлінген x-қа тең еді. Ал 1 бөлінген x-тің туындысы, мына жерде dx деген нәрсені түсіндіріп өтейін. D деген бұл дифференциалдау деген сөз. Дифференциалдау амалы x-қа деген сөз. X-тің туындысы неге тең? Яғни x-тің дифференциалы ол 1-ге тең. Яғни көбейту dx, көбейту dx, көбейту dx, dx деген сөз ол 1 деген сөз. 1 деген цифр. Тек орын dx пен алмастырып қойған. Ол енді математиктердің өзінің шарты. Енді dx-тің орнын 1 мен алмастырып қойған, яғни 1-ді санға көшсек, қандай функция көшсек, ол ештеңе өзгертпейді. Сондықтан мына жерде dx-тің орнында 1 тұруы мүмкін. Мына жерде 1 қойып, мына жерге dx жазып қоюға болады. Немесе dx-ға 1-ді көшсек, қайтып dx-тің өзі шығады, былай осылай жазып қойсақ та болады. 1 бөлінген x, яғни ln x-тің туындысы 1 бөлінген x болса, ал 1 бөлінген x-тің интегралы қайтып ln x-қа тең болады. 1 бөлінген x-тің туындысы қайтып тең болады ln x-қа. Оған да қосамыз плюсы. Дәл сол сияқты бізде ax-тің интегралы тең болады ax бөлінген ln-а. Мынадан туындаса қайтып мынаған тең болады. Енді e деген цифр бар, e деген экспоненті бар. Оның тек айнымалылар тек дәрежесінде ғана келіп отырады. Осы сан болып көбейтілуі мүмкін, басқа болуы мүмкін. E-нің туындысы да e-ге тең, интеграл да e-ға тең екен. Біз өткен туынды деген тақырыпта мына нәрсені үйреткен болатынбыз. Интеграл синустікі, синустың туындысы косинусқа тең. Синустың туындысақ теріс функция шықпайды. Косинустың туындысақ теріс функция синус шығады. Ал интегралда дәл осыған керісінше. Интеграл мен туындының ұқсастықтар осы жерде шатастырып алмау керек. Мен жалпы енді көп есеп шығарғаннан кейін өзім шатастырмаймын. Түсінікті болғаннан кейін де өзім шатастырмаймын. Мысалға айталық. Синустың туындысы косинусқа тең, косинустың туындысы минус синусқа тең. Ал синустың интегралы минус косинусқа тең, косинустың интегралы плюс синусқа тең. Таңбада не жоқ, шатасан жер жоқ. Яғни интеграл элементтері осы негізгі 8 формула. Осы негізгі 8 формуланы сіз білу керексіз. Және осыларға міндетті түрде не келеді. Енді қалғандар арк, косинус, тангенс, олардың функциялар, интегралдар өте күрделі болып келеді. Тіпті оны жаттаудың өзі қиынға соғады, себебі оған есептері аз келеді. Мүмкін келіп қалуы да мүмкін. Бір ауыз қарап қойғанда дұрыс. Жалпы бізге ең негізгі тестте ең көп келетін нәрселерді үйрету керек. Сонымен біздің интеграл элементтер деген тақырыбымыз осымен аяқталды.